қиял әлемі кеше бұзылып жатыр деп әлеуметтік желіде тарады. Иә, қиял әлеміндегі орналасқан кейбір ғимараттар, аттракциондар бұзылып жатыр. Бұл соттың шешімі бойынша жүзеге асуда. Жалпы 2011 жылы осы қиял әлемі паркіне ие болған Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бұл жері берілгенде көгалдандыру үшін деп берілген. Ғимарат салу көгалдандыруға жата ма? Аттракцион көгалдандыруға жата ма? Жоқ, әрине жатпайды. Мұның барлығы заңсыз түрде жүзеге асып келген. Мен неге екенін білмеймін. Осы қала әкімшілігі ауысқанға дейін, Ғабит Әбдімәжитұлы келгенге дейін, бұл ғимараттарға, жаңағы ғимараттарға да, бұл аттракционға да ешкім назар аудармаған. Біз назар аудардық, сотқа жүгіндік, соттың шешімі бойынша бастапқы қалпына келтіру туралы шешім қабылданды. Ақпан айының ішінде жаңағы Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бұл ғимараттардың, жаңағы тұрған, заңсыз тұрған ғимараттардың ешқандай техникалық құжаты жоқ ғимараттар мен аттракциондардың бұзылатындығы туралы соттың шешімі хатпен жолданды. Ал енді ол жерде 9 ғимарат бар екен. Ол 9 ғимараттың иелерімен қарым-қатынасты кім құруы керек? Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы мен құрылтайшылығы құру керек. Олар оны хабарлады ма, хабарламады ма, бізге беймәлім. Себебі біздің олармен қарым-қатынасымыз болса, біз әрине сол кезде жолдайтын едік. Бірақ ол кісілердің құжаты тұрмақ жаңағы ғимараттарға. Әйгерім жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалған келісім шарты да жоқ.